мен сенен бірдеме сұрайыншы, мақұл ма? Сұрасай. Кезінде сенен өнерлі жігіттер кезікті, оларға қарамадым. Сенен ақшасы көптерді кезікті, оған да қарамадым. Ал сенен келбетті жігіттерді кезікті, қарадың ба? Қараған жоқсың. Сен осы білесің ба, сондай тұрып мен сені неге талдадым? Ойбай, жыртылмасай. Сол келбеттілерін қарамай қойғансың қарадың ғой маған. Осы бұрынғы келіншектерді айтам, күйеулерінің атын атамай, отағасы баланың әкесі деп сондай жақсы аттармен атап жүруші еді. Әзірде атын атамайтын келіншектер көп. Әзір не деп атайды? Есек, қаңғыбас, құмарпас, жынды деп атайды. Осы кешке дейін арақ ішеді дейді ғой. Я ішем. Арақ ішпеген кезде не істейсің? Мас болып ұйықтайын. Қайсы тамақты әдемі жасайсың? Мен ба? Тамақ мен қайнақ суды әдемі қайнатам. Не деген пысықсың? Болды, сені аламын. Осы апасы жақсы көрмеген келінді неге әжесі жақсы көреді? Енді жауының жауы оның досы болады ғой. Қызығы, жаңа бір досым менің әйелімнің қолы кішкентай деп кәдімгідей ренжиді. Сосын айттым, қолы кішкентай болса жақсы ғой, таяқ жегеніңде еш жерің ауырмайды дедім. Сезім бар ма? Бар ғой. Ол қандай сезім? Жүкті болғаным сияқты. Жүкті болғандағы сезім ол қандай сезім? Сені көрсем құсқым келеді. Естуге қарағанда, кезінде сен үшін бір қыз асылып өліп ала жаздапты, Ол рас, саған тигенше өлгенім артық деген.